Жедел ақпарат, саламатсыздар ма құрметті көрермендер. Ең соңғы жаңалықтар алашылардың қатарынан білгіңіз келсе, лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Өскеменде жаяу жүргіншіні автобус қағып кетті. Шығыс Қазақстан облысы полиция департаменті баспасөз қызметі Өскемен қаласында автобус қағып кеткен жаяу жүргіншіні қаза тапты деп хабарлады Түркістан КЗ. Оқиға 28 қараша күні таңертең болған. Абай даңғылындағы аялдамада маршруттық автобус жүргізушісі жаяу жүргіншіні қағып кетті. Соның салдарынан ол сол жерде көз жұмды. Аталған факті бойынша қылмыстық кодекстің 345 бабы 3 бөлігімен көлік құралдарын басқаратын адамдардың абайсызда адам өліміне әкеп соққан жол қозғалысы ережелерін бұзуы сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қазіргі уақытта тәртіп сақшылары тергеу жүргізіп, оқиғаның барлық мән-жайын анықтап жатыр. Бірқатар сот-медициналық сараптама тағайындалды. Соның қорытындысы бойынша процессуалдық шешім қабылданды деп хабарлады полиция департаментінің баспасөз қызметі. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.